Ішкі істер министрлігінің киберқылмысқа қарсы күрес бөлінісінің қызметкерлері Алматы қаласында 4 колл орталығын жойды. Интернет алаяқтар шетелге, оның ішінде Иран, Үндістан, Қытай, Америка Құрама Штаттары және Малайзия азаматтарына қоңырау шалып, оларға жоқ инвестициялық мәмілелер жасауды ұсынған. 47 шетел азаматы, сондай-ақ Қазақстанның 5 азаматы ұсталды. Олардың шетел азаматтарына 2000-нан астам қоңырау шалғаны анықталып отыр. Тінту барысында 1,5 мыңнан астам телефон, 57 ноутбук пен компьютер, 1000-нан астам сим-карта тәркіленді. Қазіргі уақытта ұсталғандардың қазақстандықтарға қатысты интернет алаяқтық жасауға қатысы бар жоғы тексерілуде. Тергеу амалдары жалғасуда. Ішкі істер министрлігі алаяқтардың құрбаны болмас үшін азаматтарды қырағы болуға шақырады. Қарапайым сақтық шараларын сақтауды ұмытпаңыздар. Сізге мессенджер немесе әлеуметтік желілер арқылы жіберілген күмәнді сілтемелерге өтпеңіздер. Егер сілтеме бойынша өтіп қойсаңыз, онда мессенджеріңізді қосылып тұрған басқа құрылғылардан ажыратыңыз. Бейтаныс абоненттердің бейнеу қоңырауларына жауап бермеңіздер. Егер біреу телефон арқылы несие рәсімдеуді, мүлікті сатуды немесе ақшаны қауіпсіз шотқа аударуды ұсынса, сенбеңіздер. Құқық қорғау органдары мен банк қызметкерлері мұндай операцияларды ешқашан телефон арқылы жүргізбейді. Жеке деректеріңізді, банк картасының жарамдылық мерзімін, CVV кодын ешкімге бермеңіздер. Күмәнді инвестициялық жобаларға ақша салмаңыздар. Инвестиция жасамас бұрын қор нарығын және жобаның өзін мұқият тексеріп алыңыздар. Телефоныңызға қосымшаларды орнату үшін тек қана ресми Apple Store немесе Play Market платформаларын пайдаланыңыздар. Өзіңізге және жеке ақпараттарыңызға мұқият болыңыздар. Полиция әрқашан жаныңызда. Алайда көп нәрсе сіздің қырағылығыңызға байланысты екенін естен шығармаңыздар.